сен ютубқа қадам басып, көрермендер қолдайды лайк басып, ютубер болып ат басын бұрған едім, алдымен алайынша амандасып. Ассалаумағалейкум, арма қазақ, аман есен малжаның барма қазақ. Үміт үзбей Алладан қиналса да, тәубе етіп жүрсіңдер ме бара қазақ. Палуан бөлексің сен барға, әкеш қолды. Ал достар, бүгінгі шолуымыз Toyota компаниясының ең үздік көліктерінің бірі. Көліктердің королі болған, жапондықтардың тәжі болған Toyota Crown туралы болады. Ал ендеше бүгінгі шолуымыз өте қызықты болады деп ойдамын. Ал ендеше біз бастаймыз. Кеттік поехали, let's go. Айда, кеттік поехали, let's go на. Айда Сайбол. Шолуымызды бастамас бұрын достар, арнаға тіркеліп, видеоға лайк баса кетіңіздер. Ал ендеше біз бастаймыз. Dre and the whole DPG fam. And right now, you're in the mix with my man DJ Pooza. Peace. Алатау бөктері етегіңді шыршылары биктек көрдеді қылмауға жетпей деген шумақтары ешқашан миымнан кетпейді give me beat микрофон маған тиісі жағдай қиын райдерда Bentley Mercedes V образдарсың VIP come with me бұл асқат жоқ басқа кет нахуй асқатын айналам қараңғы тасқара бүгін маспын масқара Riders on the storm, smoke, пробка, ход, дышь. riders on the storm, Сорта, порт, город, дышь. riders on the storm, Алматы we sleep. riders on the storm, Алматы әдемі лас қала. Аль-Фараби мен жоғарыдан асты. Бизнес-класс пен пласкарт. Алматы азарт, Алматы басқа. Алматы әдемі лас қала. Аль-Фараби мен жоғарыдан асты. Бизнес-класс пен Toyota десе ішкен асын жерге қоятын қазақтар өкінішке орай Crown моделін біле білмейді. Себебі ол Қазақстанда ресми сатылмайды. Екіншіден оң рөлді көлік. Ол Жапония нарығына арналған. Сол себепті аға буындар Toyota Crown моделін онша танымайды. Ал жастар арасында ол Toyota Crown Athlete 3.5 объеммен танымал. Себебі ол көптеген додада топ жарып жүр. Toyota Crown модель жылдамдығымен және комфортымен ерекшеленетін ең күшті модельдердің бірі. Өкінішке орай Қазақстанда бәрі Camry'ді жақсы таниды. Сөзіме дәлел, еңкейген шал мен еңбектеген балаға дейін бәрі біледі. Достар, Toyota Crown дегенде біз ең алдымен тұмсығында тәжі бар осындай сұлу да сымбатты седанды елестететініміз. Қазір заман өзгерді, адамдар өзгерді, автокөлік нарығында седанға деген сұраныс азайды. Сол себепті Toyota өзінің жаңа буындарына кроссовер сегментін енгізді. Яғни Crown'ның жаңа буындары енді кроссовер ретінде де шығады. Достар, Crown моделі жаңарды, шанақты өзгеріске ұшырады. Классикалық седан, седан тайп, жолсыз седан, кроссовер тайп, хэтчбек, спорт тайп, және де кроссовер эстейт тайп. Toyota компаниясы сәуірде Crown топтамасының қатары толыққанын хабарлаған болатын. Жапондар жақында 5 есікті Crown спорт моделін таныстырды. Бұл болса топтамадағы екінші модель. Жаңа машинамен танысып шыққан Яхо басылымының журналистері бұл хэтчбек өз топтамасында ең қуатты машина болады деп болжады. Crown спорт пен седан тәріздес Crown кроссовердің шассиі бірдей. Өлшемдеріне келетін болсақ, ұзындығы 4710, ені 1880, биіктігі 1560 мм, ал дөңгелек базасы 2770 мм. Жаңа машина қысқа әрі биік, спорткар дизайнымен ерекшеленеді. Өзіне тән стиль бар кроссовердің бампері мен негізгі оптикасы бірден көзге түседі. Өндірушілер түсі мен спорттық креслосынан басқасының барлығын кросс-хэтч интерьермен бірдей қылды. Аспанның кейбір баптаулары, көліктің бейімделген амортизаторы және арқа дөңгелек пен рөлдің белсенді реакциясы Crown спортты жүргізгенде ерекше әсер алуға көмектеседі. Темір тұлпар дәстүрлі және қуатталған екі гибрид құрылғымен жүреді. Toyota техникасына қатысты нақты мәлімет бермеді. Бірақ Toyota Crown кроссовердегі секілді 239 ат күшіне ие, 2,5 литрлік бензинді мотормен және электрқозғалтқышпен жабдықталады деген болжам бар. 306 ат күшін беретін гибрид электрқозғалтқышты Toyota RAV4-тен алған. Бірақ көліктің спорттық имиджін айқындау үшін сипаттамалары өзгеруі мүмкін. Екі түрлерінде толық жетекті болғанымен артқы дөңгелектерді айналдыруға электромотор жауапты. Машинаның қарапайым түрі күзде нарыққа шығады, ал қуатты нұсқа әдеттегідей жыл аяғында өз иелеріне жол тартады. Кейін топтама ірі седан және универсалмен толығады.
Достар, жаңа Toyota Crown Sport'un дизайны Ferrari Purasanga қатты ұқсайды. Салыстырып қарасақ, алдымен де, артымен де, тіпті жанымен де өте ұқсас келеді. Соған қарағанда жапондықтар итальяндықтарға еліктеген секілді. Себебі Ferrari нағыз спорт көлік. Достар, менің сөзіммен келісетін болсаңыздар, арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, осы бейнені басқа достарыңызға таратыңыздар. Кім лайк басады? Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер.